Мен сені сондай бір сынақ майданында сынаймын, саған жәрдем керек болады. Дүниеңе байланысты, денсаулығың, тағы да басқа көптеген мәселелерде сені жәрдем қажет болатын жағдайға саламын. Кімнен болса да жәрдем алатындай жағдай тудырамын. Жәрдем берушілер көп болады дегендей нәрселер мысалдар. Сонда Алла Тағаланың қалап тұрғаны сенен ғана жәрдем тілеймін деген сөзді сүйеді екен сізде. Сенен ғана жәрдем тілеймін. Алла Тағала жаратып қойған бір зиянды нәрселер бар. Ол зиянды нәрселердің біреуі өздігінен зиян тигізе ала ма? Алла жол бермейінше өздігінен зиян тигізе ала ма? Өздігінен зиян тигізе алмайды. Кімде-кім Алла жол бермейінше өздігінен зиян тигізе алады десе, онда ол адасып қалды дейді имам Матурди айтады. Соқтан осы аяттың тұсында мынандай бір маңызды нәрсені айтады. Алладан басқа ешкімнен тілемеймін деген. Дәметпеу деген сөзді қолданған. Тілемеймін. Алладан басқа ешкімге мұқтаждығымды көтермеймін. Саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана жәрдем тілейміз.